Туран университетінде Сириус Кап зияткерлік клубының ұйымдастыруымен мектеп оқушылары арасында кезекті республикалық дебат турнирі өтті. Пікірсайыс додасына еліміздің 7 аймағынан барлығы 128 бала қатысқан. Биылғы қатысушылардың көбі республикалық турнирде алғаш рет бақ сынап отыр екен. Сондықтан өз қуаныштарын жасыра алмады. Бүгінгі турнирге негізінде қиыншылықпен келдік. Біздің алғашқы республикалық турниріміз нағыз турнирдің қалай өтетінін, нағыз турнирдің атмосферасын сезіне білген алғашқы турнир болып табылады біз үшін. Үлкен опыт болды. Именно ЛД-дан болсын, АПФ-тен болсын, лайықты қарсыластарды көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Және де дебаттың осындай деңгейде дамығанына, жалпы Қазақстандағы дебаттың осындай деңгейде екеніне, осындай саналы түрде ойын жеткізе алатын дебатерлардың бар екеніне өте қатты қуаныштымыз. Туран университетінің жеңімпаздарға арналған оқу гранттары дарынды оқушылар үшін болашағын жоспарлауға тамаша мүмкіндік. Биыл да жыл сайынғы игі дәстүрмен 1, 2 және 4 жылдық грант тағайындалды. Бұл Туран университеті үшінде таптырмас мүмкіндік болып табылады. Себебі әртүрлі аймақтан келген керемет балаларды таланттарына байланысты бөліп алу мүмкіндігі алдын ала мемлекеттік гранттан бөлек. Және де қазіргі таңдағы ерекшелік ретінде ол әрбір аймақтан бөлек өзімен бірге араласуы, олардың сөз сөйлеуі, немесе сөз саптауына байланысты болып келеді. Әділ қазылар олар біздің университеттің өзінің осы клуб мүшелері болып табылады. Және де олар бізде 4 жыл бойына немесе одан да жоғарғы тәжірибесі барлық студенттер, одан бөлек бізде сырттан келген студенттер де болды. Бұл өткен кешегі күнге байланысты болды, себебі ол жерде адам санының көп болуына байланысты. Ал қазіргі таңда тек қана біздегі барлық қатысушылар, олар өздерінің кубоктары бар, орындары бар, және де АПФ деген федерация болатын болса, сол жердің төрешілігінен өткен төрешілер ғана болып жатыр. Бүгінде республика бойынша 7000-нан астам дебат клубтары жұмыс істейді екен. Сөз жарыс жастардың патриоттық, азаматтық ұстанымын қалыптастыратын педагогикалық білім беру тәсілінің бір түрі. Пікірсайыс барысында жас буын өкілдері жан-жақтылыққа, командамен жұмыс істеуге дағдыланады. Сыни ойлау қабілеті дамиды. Ал ең бастысы, олар өз көзқарасымен мүддесін тайыз салмай қорғауға үйренеді. Сонымен, Қазақ лигасының мектеп оқушыларына арналған турнирінің биылғы жеңімпаздары да анықталды. Жоғары ойын дәрежесін көрсетіп, ең үздік спикер атанған Зейнеғабылова Жамбыл. Әйелге 2 жылдық грант ұтып алған болатын. Алғашқы турнирлерімнің бірі республикалық деңгейдегі, ал негізі аудандық облыстық турнирлерге қатысып жүріп, бүгінгі турнирде мен мектеп лига арасында ең үздік спикер номинациясын жеңіп, және де осы Туран университетіне 2 жылдық грантты алған болатынмын. Бұл мен үшін үлкен мақтаныш, жеңіс, және де бұл үшін біз көп еңбек еттік. Мен дебатта жүргеніме 1,5 жылдан асты, және бұл біз үшін де Ақтөбе облысы үшін үлкен мақтаныш деп есептеймін. Қазіргі көңіл күйім бәрі қуанышты жағдайдамын, себебі 2 жылдық грант деген көп оқушылар үшін үлкен мүмкіндік болып саналатындығында көп рахмет. Екінші орын иелгені үшін тәуелсіз үшін фракция Оқан Асыл және Бақытбек Ақбота марапатталады.
ішіндегі бірінші орын болып табылады. Мен осы Сириустан күшті әсерлер алдым, күшті эмоциялар алдым. Осы 2 күнімді босқа құртпадым. Осы қуанышыма шек жоқ. Ең бірінші ағасым Туран университетінде болып табылады. Осындай грант берген үшін осындай турнир. Екінші ағасым Сириус дебат клубына үлкен алғыс білдіремін. Осындай керемет турнир ұйымдастырған үшін, осындай керемет мықты қарсыластар шақырған үшін, осындай деңгей үшін өте үлкен алғыс білдіремін. Және де қарсыластарға келсек, өте мықты және өте андай фантазиясы өте жоғары қарсыластар болды. Сол үшін барлығына рахмет.